Mına katılışçılar tіркеу видео түсірміз. Бастай береміз бе? Тағы да ассалаумағалейкум, құрметті қала тұрғындары. Бүгін Еңбекші ауданы Қабал Батыр көшесі өндірістік аумағы 116/21 және 116 мекен жайы орналасқан қорғасын кекі және цементациялық мыс, сондай-ақ балқыту пештері мен қорғасын блоктарды шығару учаскелері жобасы бойынша бірінші санаттағы объектіге әсер етуге рұқсат алу бойынша қоғамдық тыңдау өткіземіз. Қоғамдық тыңдау төрағасы болып менің есімім Оралбек Тимур Құрбанұлы, қалалық жайлы ортаны дамыту басқармасының экология бөлімінің бас маманымын. Сондай-ақ қоғамдық тыңдауға Шымкент қаласы экология департаменті бойынша өкілі қатысуда. Баян ханым, одан басқа Еңбекші ауданы әкімдігінің өкілі қатысуда. Құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, ережеге сәйкес регламент бекітіп алуымыз керек. Баяндамашыға 10 минутқа дейін, сұрақ-жауап 2-3 минут. Онда қоғамдық тыңдау бастамас бұрын хатшы сайлау болуымыз керек. Кімде қандай ұсыныс бар? Мен Қазгрант экопроект компаниясының талабының есімі Мақсандай болады. Енді хатшы деп сайласаңыздар. Қарсылық бар ма? Жоқ. Онда қарсылық болмаса баяндамашыға сөз беріңіз. Профессор студенті Вега Симонтин. Вега Симонтин Шымкент қаласының Ордабасы индустриялық зонасының Еңбекші ауданы Қабал Батыр көшесінде орналасқан. Қорғасын кептерінің цементациялық мыс өндірісінің учаскесі 116/21 ғимаратында орналасқан. Учаскенің алаңы 864 метр квадрат. Қорғасын блоктарының өндірісі учаскесі павильондық пештері бар 116 ғимаратында орналасқан. Алаңы 600 метр квадратты құрайды. Объект барлық жағынан өндірістік және қоймалық ғимараттармен шектеседі. Ең жақын тұрған аймақ объект территориясының шығыс бағытта 774 метр, оңтүстік бағытта 135 метр қашықтықта орналасқан. Ең жақын беткі су нысаны Сайрам су өзені, ол солтүстік батыс жағынан 750 метр қашықтықта алып жатыр. Аталған жолдар табиғатты пайдалану шарттарының өзгеруіне байланысты экологиялық сараптамаға қайта өтуге, яғни өзгерістерге қосымша шығарындылар көздерінің орнатылуы және олардың қаттылығының ұлғаюы, сондай-ақ цементациялық мыс пен қорғасын кептердің өндірістерінің қосылуы және соңында қорғасын блоктарын алу процесі жатады. Бұрын кәсіпорын қорғасын блоктарын қорғасын қоспалушылар пен шаң сияқты қалдықтарды балқыту арқылы өндіреді. Қазіргі уақытта дайын өнім алу үшін кәсіпорын алдымен қорғасын өнеркәсіптік қалдықтарды қорғасын шаң түрінде өңдейді. Олар күрт қышқылы қосылып сілтеменен өндіру әдісімен қорғасын тек және цементациялық босалады. Яғни алықтағы қорғасын кептер экологиялық қорғасын блоктары яғни шушкаларында өндіріледі. Кәсіпорында қазіргі таңда 2 радарлы пеш және 1 шахталы пеш бар. Кәсіпорын өндіріс қуаты тәулігіне 60 тонна, ал жылына 21.600 тонна шикізатты балқыту арқылы қарастырылған. Технологиялық процесске келетін болсақ, бізде бірінші пирометаллургиялық учаскесінде шикізат сақтау қоймасы, дайын өнім сақтау қоймасы негізі өндірістік цех, 2 роторлы және 1 шахталы пеш бар. Пештердің отаны табиғи газ, қоқыс және шикалық радиока. Сонымен қатар кәсіпорын территориясында әкімшілік көмектік кешендер және 8 орынға арналған контейнерлік типтегі жатын бөлме орналасқан. Ал екінші кәсіпорын құрамында қорғасын бар қалдықтары, яғни оның ішінде шаң, шлак, қышқылдық шаймалау әдісімен өңдеп қорғасын кегін және цементациялық мыс алады. Сонымен қатар мыс ерітіндісі темір ұнтағын қосқан кезде цементтелген мыс түзілетін ыдысқа жіберіледі. Одан әрі сүзіледі. Нейтраландырылған су қайтадан процеске жіберіледі. Үшінші бізге қорғасын кегі балқытуға арналған негізгі шикізат болып табылады. Оның ішінде плюстер ретінде кварц рудасы, әкташ және темір концентраттары қолданылады. Төртінші шлак салқындалғаннан кейін 10 мм фракцияға дейін ұсақталып, қайтадан процеске қайтарылады. Роторлы пештер циклондармен және тіндік түзілгілермен жабдықталған, олардың тиімділігі 99%-ға дейін жетеді. Ал атмосфералық ауаға келетін болсақ, жалпы шығарындылар көздерінде бізде шикізат сақтау қоймасы,
шекалық дробилка және үгітілген шикізатты дробилкадан роторлы пешке жіберуге арналған ыдысқа тиеу, дайын өнім қалдықтарды құю, одан кейін шлактарын ыдысқа төгу, қабырға орнатылған газды котел жатады. Жобада жалпы бізде яғни 6 ұйымдастырылмаған және 9 ұйымдастырылмаған ластаушы көз қарастырылған. Олар міндетті түрде 90 сайын өндірістік экологиялық бақылаудан өтеді, шығарындылардың нормативтен аспауы міндетті түрде қадағаланады. Жер үсті және жер асты суларына келетін болсақ, объект су қорғау аймағына кірмейді. Ең жақын беткі су нысаны Сайрам су өзені, ол солтүстік батыс жағынан 750 метр қашықтықта ағып жатыр. Ал пайдалану кезеңінде қызметкерлердің тұрмыстық шетін су қажеттіліктері үшін су қолдану жоспарланған өндірістік су айналым ретінде қарастырылған. Өндірістік су айналымын толтыруға қолданылады, жүйе айналымға қарастырылып кіреді. Сонымен қатар шахталы пешті қолданған кезде жабдықтар салқындатуға пайдаланылады. Су айналымдық жүйе арқылы циркуляцияланады және буланған кезде қосымша толтырылады. Сондай-ақ сыйымдылығы 2 бассейнде шахта пеште балқытылғаннан кейін түйіршіктелген қожды салқындату қарастырылған. Ал өндіріс және тұтыну қалдықтарына келетін болсақ, бізде бірінші пайдалану кезеңінде өндіріс цехта персонал саны 12 адам, персоналдың тұрмыстық тіршілік әрекетіне пайда болатын қатты тұрмыстар қалдықтар көлемі қарастырылған. Оның ішінде ғимараттар жарықтандыру үшін қолданылған лампалар, қорғасын өндірісінде шыққан көш қорғасын термиялық өнім нәтижесінде болатын қалдықтар, майлама шүберек және қорғасын өнеркәсіптік өнімдерінен шыққан лас, жұмсақ контейнерлер, сүзгі материалдарының қалдықтары, жуылатын сулардың тұнбалары және тағы басқа қарастырылған. Осымен менің баяндамам аяқталды. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Ал сұрақтарыңыз болса? Жоқ. Менде сұрақ бар. Сіз экологиялық рұқсатты алуға дайындалған құжаттардың құрамындағы вот это қоршаған ортаны қорғау жоспарында қандай іс-шара қарастырылған? Бізде бұрынғы Вегас Мелтингте бұрын 2 пеш, роторлы пеш болған еді. Қазір сол пештерге тағы да шахталық пеш қосылуына байланысты бұрын роторлы пештерде тек рукавты фильтр орнатылған болатын. Қазір енді бізде қуаттылығы жоғары пеш орнатылғанына байланысты тазалау тиімділігі де жоғары, тазалау сатылығы да бірнеше сатыдан тұратын фильтрді орнатуды жоспарлап іс-шараға қосатын боламыз. Ең алдымен екіншіден локальды тазарту қондырғысы міндетті түрде жаңбыр қар суларына байланысты. Үшіншіден көгалдандыруға байланысты іс-шара қосылатын болады. Және де міндетті түрде өндірістік бірінші категорияға жататын объект болғандықтан өндірістік экологиялық бақылаудан 90 сайын өтуінде іс-шараға қосатын боламыз. Бұл жаңағы іс-шаралардың ең нақты дегендері, алайда тағы да басқа қандай іс-шаралар қосылатыны тағы да нақтылап іс-шараны толықтыратын боламыз. Зумда қатысып отқанда сұрақ бар ма? Зумда қатысып отқан жоқ. Бізде порталда Байтақ партиясынан сұрақтар келіп түскен. Бірінші, қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларының 2-ші тармағының 4-ші тармақшасына сәйкес ашық жиналыс нысанында өткізілген қоғамдық тыңдаулар мемлекеттік экологиялық сараптамаға міндетті түрде жататын объектілер бойынша мемлекеттік экологиялық сараптама объектісінің түріне байланысты қоршаған ортаға теріс әсер ететін бірінші санаттағы объектілерді салу және немесе пайдалану жөніндегі экологиялық рұқсат алу үшін көзделген жобалық құжаттама. Сондай-ақ жобалық құжаттамаға арналған техникалық емес түсіндірме ұсынылуы тиіс. Осыған байланысты жобаланатын объектінің құрылысына арналған жұмыс жобасының құжаттамасы не себепті ұсынылмаған? Біздегі жауап қорғасын кенін және цементациялық мыс өндіру учаскелері, сондай-ақ балқыту пештері бар қорғасын блоктарын өндіру учаскелері қолданысқа болады. Аталған жоба табиғатты пайдалану шарттарының өзгеруіне байланысты әзірленген. Өзгерістердің мәні кәсіпорындық қуаты ұлғайтылған қосымша шығарындылар көздерінің орнатылуына, сондай-ақ цементациялық мыс пен қорғасын кенін өндіру, оларды кеңінен пайдалану және соңғы өнім ретінде қорғасын қималарын блоктарын алу жөніндегі өндірістік алаңның болуында болып табылады. Яғни шығарындылар көздері түгендеу материалына сәйкес айқындалған. Екінші сұрақ, бұл қоршаған орта әзірлеу бойынша құрамында пайдалану кезеңде арналған инициялар нормативтері айқындалған, алайда экологиялық кодексінің 39 бабының 5-ші тармақтарына сәйкес құрылыс монтаждау жұмыстары кезеңіне арналған нормативтер айқындалуы қажет.
Аталған нормада объектінің пайдалану кезінде арналған эмиссиялар нормативтері, оның ішінде қызметке елеулі өзгерістер енгізілген жағдайда жеке құжат түрінде эмиссиялар нормативтері жобасы, рұқсат етілген шығарындылар нормативтері жобасы және рұқсат етілген төгінділер нормативтер жобасы ретінде есептелініп негізделетіні көрсетілген. Бұл құжат объектінің пайдалану кезінде арналған тиісті жобалық құжаттамаға байланысты әзірленеді, ал құрылыс монтаждау жұмыстары кезеңінде сондай-ақ рекультивациялау және жою жұмыстары кезеңінен арналған эмиссиялар нормативтері тиісті жобалық құжаттамаға байланыстырылып әзірленетін. Қоршаған ортаны қорғау бөлімінің құрамында есептердің негізделуі тиіс. Осыған байланысты қоршаған ортаны әзірлеу бойынша құрамында пайдалану кезеңіне арналған нормативтерді алып тастап, құрылыс монтаждау жұмыстары кезеңіне арналған нормативтерді енгізу қажет. Біздегі жауап: аталған объект қолданыстағы болып табылады. Кеңейтуге жататын объектілер монтаждау жұмыстары арқылы орнатылып қойған. Осыған байланысты құрылыс монтаждау жұмыстары кезеңіне арналған эмиссиялар нормативтерді айқындау қажеттілігі жоқ. Жаңа объектілер пайдалануға енгізуге жаңа экологиялық рұқсат алынғаннан кейін жүзеге асырылатын болады. Ал бізде және үшінші сұрақ: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 2022 жылы 11 қаңтардағы номер 2 бұйрығымен бекітілген адамның тіршілік ету ортасына және денсаулығына әсер ететін объектілердің санитарлық қорғау аймақтарында қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар санитарлық қағидаларына сәйкес жылына 3000 тоннадан астам көлемді түсті металдарды мыс, қорғасын, мырыш, қайталама өңдеу өндірісі үшін қауіптіліктің бірінші сыныбы санитарлық қорғау аймағынан мөлшері 1000 метр болып белгіленеді. Алайда ең жақын тұрған аймақ 774 метр қашықтықта орналасқан. Бұл санитарлық қорғау аймағының белгіленген мөлшері сақталмайтынын көрсетеді. Осыған байланысты есептік параметрлер зертханалық зерттеулермен расталушы және санитарлық қорғау аймағының өзгертілмеген мөлшерлерін белгілемей, аталған объектіні пайдалануға мақұлдау мүмкін емес. Біздегі жауап: Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің нормаларына сәйкес рұқсат етілген шығарындылар нормативтері бір немесе екінші санаттағы объектінің құрамына кіретін жеке станциялар көз үшін және немесе жиынтығы үшін атмосфералық ауадағы ластаушы заттардың жерге жақын қабаттағы концентрацияларын таралуының модельдеу әдісін қолдана отырып есептік жолмен айқындалады. Бұл ретте әсер ету аймағында атмосфералық ауаға түсетін жалпы жүктеме қоршаған ортаның сапасына қойылатын белгіленген экологиялық нормативтердің немесе қоршаған орта сапасының мақсатты көрсеткіштерінің бұзылуына әкеліп соқтырмауы тиіс. Ластаушы заттардың таралуының есептеу нәтижелеріне сәйкес әсер ету аймағы тұрғын аймақтың шегінен тыс аумақпен шектеледі және радиусы 500 метрден кемді құрайды. Тұрғын құрылыстарына әсер ету аймағына кірмейді, өйткені олар шығыс бағытта 774 метр қашықтықта орналасқан. Төртінші сұраққа келетін болсақ, 2025 жылға арналған қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кезеңінде атмосфераға ластаушы заттар шығарындылар қысқарту жөнінде іс-шаралар жоспары бойынша қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен келісілмеген. Бұл қоршаған ортаға эмиссиялар нормативтерін айқындау әдістерінің 3-ші қосымшасының 9-шы тармағының талаптарына қайшы келеді. Онда аталған жоспарлардың экология саласында уәкілетті органмен алдын ала келісуі тиіс екендігі көрсетілген. Біздегі жауап: ескерту қабылданды. Қолайсыз метеорологиялық жағдайларға кезеңдерінде атмосфералық ластаушы заттар шығарындылар қысқарту жөніндегі іс-шаралар жоспары экологиялық рұқсат алу үшін құжаттарды тапсыру кезінде экология саласындағы уәкілетті органмен келісетін болады. 5-ші сұраққа келетін болсақ, түгендеу бланкілерінің 3-ші бөлімінде тазалау қондырғыларының қапшықтық фильтрлері нақты тиімділік коэффициенттері жобалық тиімділік коэффициенттеріне тең деп көрсетілген. Алайда түгендеуді жүргізу нұсқаулығының талаптарына сәйкес нақты тиімділік коэффициентін тазалау қондырғыларының алдындағы және соңындағы аспаптық өлшеулер негізінде анықталуы тиіс. Сол себепті өлшеу хаттамаларын ұсынуыңызды сұраймыз. Қазіргі уақытта біздегі жауап: қазіргі уақытта жаңа қосылған шығарындылар көздері пайдалануға енгізілмеген. Аталып отырған көздердің эксплуатациясы экологиялық рұқсат алынған дейін жүзеге асырылмайды. Газ тазалау қондырғыларының тиімділігі аспаптық өлшеулер арқылы анықтау. Тазалауға дейін және тазалаудан кейін көздерді эксплуатацияға енгізгеннен кейін өндірістік экологиялық бақылау шеберінде мүмкін болады. Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы экологиялық рұқсат алу үшін ұсынылған материалдардың құрамында берілген. Қазіргі уақытта жаңа қосылған көздердің эксплуатациясы жоқ.
болғандықтан газ тазалау қондырғыларын нақты тиімділік коэффициентін аспаптық өлшеулер арқылы анықтау мүмкін емес. Алтыншы сұраққа келетін болсақ, алайда номері 6002, яғни көзінде шаңды басу тиімділік коэффициенті 99,18 деп қабылданған. Бұл күмән тудырады. Әдетте әдістемеге сәйкес бұл көрсеткіш 85% деп қабылданған. Осыған байланысты лабораториялық өлшеулер арқылы негіздеу қажет деп ойлаймын. Біздегі сұрақ, жауап номері 6002, яғни көзінде шаңды басу тиімділік коэффициенті 99,18% жобалық деректерге және қондырғының паспорттық сипаттамаларына негізделіп қабылданған. Нақты мәні көз эксплуатацияға енгізілгеннен кейін өндірістік экологиялық бақылау шеберінде аспаптық өлшеулер арқылы анықталатын болады. Осы кезеңге дейін тиімділік коэффициентін лабораториялық жолмен нақтылау мүмкін емес. Және соңғы сұрақ бізде жоғарыда көрсетілген сүйене отырып, жобалық материалдарды қайта қарастыру қажет деп есептеймін. Ал қоғамдық тұлғалар аталған ескертулер жойылғанға дейін кейінге қалдырылуы тиіс. Яғни біздегі қоғамдық тұлғаларды кейінге қалдыру қажеті жоқ, өйткені жобалық құжаттамада елеулі өзгерістер болмайды. Бұл сұрақтың бәрі кім қойған? Байтақ партиясынан экопорталға келіп түскен сұрақтар. Онда хаттаманың қосымшасына енгізістір ғой, сұрақ жауабымен да? Порталға да енгізіп қойдық, хаттамаға да енгіземіз. Онда сұрақ болмаса, қоғамдық тыңдауда жауап деп жариялаймыз. Барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.